Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен Қарағанды Тау-Кен индустриалдық колледжінің арнайы пәндер ұстазы Мұрат Толғанай Ардақызы. Бүгінгі біздің арнайы пәніміз еңбек қорғау. Бөліміміздің атауы еңбек қорғау негіздері. Тақырыбымыз жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің құқықтық мәртебесі. Сабақтың мақсаты мен міндетіне тоқтала кететін болсақ, заңнан туындайтын субъективті құқықтар мен міндеттерді, мәртебелілік, нақты еңбек құқықтық қатынастарының мазмұнын толық ашу, еңбек құқығының субъектілерінің шартының мәні мен мазмұнын толық ашу, еңбек құқықтарының субъектілер түрлерін сұрыптау ұғымына анықтама беру, еңбек заңнамасын таныстыру. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативті құқықтық актілерді қызметкерлердің еңбек қызметінің үдерісінің олардың өмірі, денсаулығын сақтауда бағытталған ұйымдастыру, техникалық, технологиялық, санитарлық, медициналық және өзге де нормалардың ережелерді, рәсімдер мен өлшемдерді белгілейді. Нормативті құқықтар актілері нормативті құқықтардың актілері туралы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурызындағы номер 213 заңның талаптарын ескеріле отырып әзірленеді және қабылданады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативті құқықтар актілері Қазақстан Республикасының Әділет министрлік мемлекеттік тіркелуіне жатады және ресми жариялану күнінен бастап қолданылады. Еңбек қорғау және еңбек қауіпсіздігі дегеніміз жалпы ол қызметкерлердің еңбек процесі барысында еңбекпен қорғалуын, яғни олардың өмірі мен денсаулығын, қорғалуын қамтамасыз ететін өндірістегі қауіпті жағдайларды, кәсіптік зиянды болатын және оқыс жағдайлардың алдын алу шараларын жасайтын, оқытатын, зерттейтін пән, яғни еңбек құқығының бір институты болып табылады. Қоғамдағы еңбек қорғау және қауіпсіздік қамтамасыз ету, ұйымдастырушылық, техникалық, методикалық, өндірістік, санитарлық, гигиеналық кешендерінің және басқа шаралардан құралады. Шаралардың негізгі бағыттары бұл процесті технологиялық, комплексті механизация, ауыр және ауыр еңбек жұмыстарын енгізу, өндіріс мәдениеттерінің деңгейін арттыру, қол көмегімен жасалатын еңбекті қысқарту үшін кіші механизация құралдарын енгізу, еңбек жағдайларын жақсартуға бағытталған техникалық құралдарды енгізу және қызметкерлерді қауіп жоғарылағанда зоналардан шығару, еңбекті қорғану нормалары мен ережелеріне сәйкес қоршаған ортаны шаң болуын, газ болуын төмендету, жұмыс орындарына шуыл деңгейін және температуралық режимді келтіру, еңбек жағдайлары бойынша өндірістік нысандарды аттестациялау, қызметкерлердің санитарлық тұрмыстық жағдайларын жақсарту, қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша халықаралық стандарттарды енгізу жатады. Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің 339 бабына сәйкес жұмыс беруші елу қызметкерлер санымен өндірістік мекемелердің қауіпсіздік және еңбекті қорғауының талаптарына сақталуына, ішкі бақылауына қамтамасыз ету мақсатында қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметін құрастырады. Өзінің дәрежесі бойынша қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметі негізінде өндірістік қызметіне теңеседі. Жалпы қызметтің жұмыстары ұйымдардың бөлімшелерінің кедергісі кіруге, өндірістік қызметтік және тұрмыстық бөлмелерді қарауға, есептер мен статистикалық және басқа да еңбек қауіпсіздіктері және еңбек қорғау жөнінде құжаттармен танысуға, жұмыс берушінің атынан өндіріске қауіпсіздік және салауатты еңбек жағдайларын жасау жөніндегі алдын алу, ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінен өндірістік жарақаттану мен кәсіптік ауруларды болдырмау жөніндегі алдын алу, іс-шаралардың әзірленуіне және орындалуына, сондай-ақ ұжым шартты сәйкес жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау саласындағы міндеттерінің орындалуын ішкі бақылауы жүзеге асыруға, ұйымның құрылымдық бөлімшелерден барлық қызметкерлеріне анықталатын еңбек қауіпсіздігі және еңбек қорғау талаптарын бұзушылықтарына жою жөніндегі шара қолдану туралы орындалу міндетті. Өндірістегі жазатайым оқиғалар зерттеудің есепке алудың және олардың жол бермеуі жөнінде іс-шаралардың орындалу тәртібін сақталуын бақылауды жүзеге асыруға, ұйымдардың құзыреттіліктерінің бөлімшелерінің қызметкерлерінің құзырына жататын мәселелерді жөніндегі ақпаратты және материалды белгіленген тәртіпті сұрыптауға және алуға құқылы.
18 жасқа толмаған қызметкерге тоқтала кететін болсақ, 18 жасқа толмаған қызметкерлерге 16 жасқа дейінгі қызметкерлер үшін аптасына 24 сағаттан аспайды, 16 жастан 18 жасқа дейінгі қызметкерлер үшін аптасына 36 сағаттан аспайтын қысқартылған жұмыс уақыты белгіленген. 18 жасқа толмаған қызметкерлердің жұмыс уақыты еңбек төлеу тиіс саналатын қызметкерлерге күн сайынғы жұмысын толық ұзақтығы мөлшерінде жүргізіледі. 18 жасқа толмаған қызметкерлердің өнім нормалары қызметкерлердің өнімінің жалпы нормаларына орай қысқартылған жұмыс уақытына сәйкес белгіленеді. 18 жасқа толмаған қызметкерлердің түнгі уақытта жұмысқа, мерзімнен тыс жұмысқа, жиынтық жұмыс уақыты режимінде жұмысқа, сондай-ақ олардың қызметтік іс-сапарға немесе вахталық әдіспен орындалатын жұмыс тартуға тыйым салынады. 18 жасқа толған қызметкерлер жұмыс берушіге келтірілген зиян үшін өзінің орташа жалақысын шегінде материалдық жауапкершілікке болады. Жұмыс берушіге келтірілген зиян үшін 18 жасқа толмаған қызметкерлерге материалдардың жауапкершілігі толық көлемінде алкогольді есірткі немесе уытқұмар масаң болуы, оларға ұқсастардың қолдануы, күйінде зиян келтірілген материалдар, жартылай фабрикалар өнімдер, оның ішінде олардың жауап кезінде сондай-ақ жұмыс берушілер қызметкерлерге пайымдалуына берілген құрал-саймандар, өлшеуіш аспаптар, арнайы киімдер және басқа заттардың жетіспеген қасақана жойған немесе қасақана бүлдірген, мемлекеттік құпиясы, қызметтік, коммерциялық және өзге де заңнама қозғалысын қызметтерге еңбек міндеттерін атқаруына байланысты сеніп тапсырылған құпиясы қасақана жарияланған, қызметкер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қылмыскерлермен зиян келтірілген жағдайларда жүктеледі. Яғни 18 жасқа толмаған жұмыскерлер жұмыс уақытында оқушы сабақ уақытына бір кедергі жасамайтын уақытта ғана жұмыс жасай алады. Жұмыс берушінің 3 жасқа дейінгі баласы бар әйелдер немесе анасы жоқ 3 жасқа дейінгі балалар тәрбиелеп отырған әкелерді, егер медициналық қорытындысы кезінде 3 жасқа дейінгі балалар мүгедек балалар не отбасында ауру мүшесінің қызметкерлері аталатын санаттарының күтіміне мұқтаж болатын отбасылық ауру мүшесіне күтім жасап не мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған қызметкерлер түнгі уақытта жұмысқа мерзімнен тыс жұмыс тартуға, сондай-ақ іс-сапарға және вахталық әдіспен істелетін жұмыс жазбаша келісімдерге жіберуге құқығы жоқ. Жұмыс берушінің қызметкерге бала 3 жасқа келгенге дейін оны күту үшін ата-анасы қалуы бойынша баланың анасы не әкесі, баланы жалғыз тәрбиелеп отырған ата-анасы, баланы нақты тәрбиелеп отырған әжесі, атасы, басқа туысы немесе қамқоршысы, жаңа туған баланы асырап алған қызметкерлердің жалақысы сақталмайтын демалыс беруге міндетті. Бала күтімі жөнінде ол 3 жасқа келгенге дейін жалақысы сақталмайтын демалыс уақытына қызметкерлердің жұмыс орны, лауазымы сақталады. Бала күтімі жөнінде ол 3 жасқа келгенге дейін жалақысы сақталмайтын демалыс уақыты, егер Қазақстан Республикасының заң актісінің өзгеше көзделмесе, жалпы еңбек стажына мамандығы бойынша жұмыс стажына есептеледі. Ауыр жұмыстарда еңбек жағдайлары зиянды немесе жұмыстарда істеген қызметкерлер үшін жұмыс уақытының қысқартылған аптасына 36 сағаттан аспау уақыты белгіленген. Қазақстан Республикасының үкіметінің 1999 жылғы 10 желтоқсанның номер 1930 қаулысымен жер асты және ашық кен жұмыстары, еңбек жағдайларының ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстардың өндірістерінің жұмыстардың кәсіпкерлердің лауазымдары мен көрсеткіштері номер 1 тізімімен еңбек жағдайлары зиянды мен ауыр жұмыстың өндірістердің жұмыстардың кәсіпкерлердің лауазымдары мен көрсеткіштері номер 2 тізімін бекітілген. Мысалы, оларға жататындай көріп тұрғандай тау-кен жұмыстары, металлургия өндірісі, кокс, термоантрацит және кокс химия өндірісі тағы басқа. Жерасты және ашық кен жұмыстарында еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда немесе жағдайларда зиянды ауыр жұмыстарда
істеген адамдардың берілетін мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдеде номер 414 заңына сәйкес мемлекеттік арнайы жәрдемақы бұдан әрі 98 жылғы 1 қаңтарда жағдайға бойынша жерасты және ашық кен жұмыстарына еңбек жағдайларының ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстар немесе еңбек жағдайларына зиянды және ауыр жұмыстарда осы заңдарға бекітілген жұмыс стажы бар адамдардағы ақшалай берілетін төлем бар. Яғни жәрдемақы ай сайын төленеді және алатын жалақысы қарамастан төленеді. Қазақстан Республикасының үкіметі бекітілген өндірістік жұмыстардың кәсіпкерлердің лауазымдары мен көрсеткіштердің номер 1 тізімі бойынша жерасты және ашық кен жұмыстарында еңбек жағдайлары ерекше зиянды және ерекше ауыр жұмыстарда кен жұмыстарында еңбек жағдайларында ерекше зиянды ауыр жұмыстарды 98 жылғы 1 қаңтарда жағдайлар бойынша жұмыс стажы бар адамдарда, яғни ер адамдарда 53 жастағы толған және жұмыс стажы кемінде 20 жыл болып, оның кемінде 10 жыл аталған жұмыстарға істелінген болса, әйел адамдар 48 жасқа толған және жұмыс стажы кемінде 15 жыл болып, оның кемінде 7 жыл 6 айын аталған жұмыскерлер істеген жәрдемақы талабында құқығы бар. Яғни бүгінгі біздің айтқымыз келген жұмыс берушінің және жұмыскердің құқықтық шаралары және заңнама бойынша оларды қалай заң қорғай алатындығын сіздермен таныстырғымыз келді. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе сіздерге үйге тапсырма беретін болсам, берілген сілтеме бойынша өтіп тесттік жұмысты орындасаңыздар және де өз жасыңызда қандай құқықтық нормаларды білесіздер және күнделікті қолданып жүрген еңбек заңнамасын таныстырсаңыздар, яғни осы уақытқа дейін жұмыс жасасаңыздар немесе қандай да бір заңдық баптар мен проблемалық ситуациялар туған болса, сол жайында айтып келіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.